бір нысан. Осы қираған мемлекеттік нысандарды қалпына келтіруге қаржы қайдан алынады? Бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтан білеміз. Ол кісі бізбен скайп арқылы байланыста. Сәлеметсіз бе, Ерұлан Кенжебекұлы? Саламатсыздар. Алдын ала тығыз уақытыңызға қарамастан бізге сұхбат беруге келіскеніңізге алғысымды білдіремін. Жалпы өзіміз білеміз, қазіргі кезде мына нысандар, әсіресе мемлекеттік нысандар көптеп қиратылды, жағылды, жарылды, өртелді. Енді қазір салдары қандай болып жатқанын білеміз, жаңа ғана айтып өттік. Осы нысандарды қалпына келтіруге қаржы қайдан алынады? Оны қарастырып жатырсыздар ма? Әрине, президент бізге шегелеп тапсырма берді, яғни осы шығындардың барлығын біз қазір бүкіл есеп қисабын түгендегеннен кейін сол шығындарды қандай көздерден, қандай тетіктермен жабу жолдарын ойластырып жатырмыз. Әрине, бұл кеше президенттің берген тапсырмасында бюджетке қосымша табыс көздерін де табу керек деп тапсырма берді. Біз бұл тапсырмаға байланысты да кешен түрде жұмыстар атқарып жатырмыз. Біріншіден, әрине, тау-кен металлургия саласына қатысты тапсырма бар. Осы салада алатын алашақтарымыз бар. Одан кейін мұнайдың бағасы егер осындай жақсы қалыпта тұратын болса, әрине, мұнайдан келіп түсетін экспорттық кеден баж салығы бар. Содан да түсу мүмкін. Және де экономиканың жандануына байланысты біз алдымызға үлкен мақсаттар қойып отырмыз, яғни экономиканың өсуінің. Сол экономика өскен сайын, әрине, экономиканың барлық салалары бойынша да біз осы табыс көздерін көбірек жинауға беріп отырмыз. Демек, қаржы республикалық бюджеттен алынады? Жоқ, бұл жерде барлығын қарастыру керек, себебі қираған ғимараттардың республикалық маңызы бар, жергілікті маңызы бар, әртүрлі ғимараттар бар. Оның барлығын арнайы комиссия құрылған, өздеріңіз білесіздер. Сол комиссия қазір бүкіл құжаттарын жинақтап отыр. Оны техникалық бағалау жұмыстары өткеннен кейін біз қандай нысанды, қандай көзден қаражаттандыру мәселесін шешетін боламыз. Әрине, бұл бюджеттік процестің өзінің алгоритмі бар. Дәл қазір бюджеттен қаражат бөле салатын мүмкіндік жоқ, себебі өздеріңіз білесіздер, бюджеттің барлығы 2022-2024 жылға арналған жылдық бюджет, ол бекітіліп қойылған болатын. Әрине, бұндай келеңсіз жағдайды, лаңкестік жағдайды ешкім күтпеген болатын. Әрине, сондықтан да біз осындай тапсырмаларды алғаннан кейін жедел түрде барлық көздерін қазір қарастыратын боламыз. Ерұлан Кенжебекұлы, бұл жерде енді мәселе ұлттық қорға келіп тіреледі ғой. Ол жерден қаржы алынбай ма? Ұлттық қордан алу тетігі бұл заңмен қарастырылған. Бұны қаржы министрлігі немесе үкімет шеше алмайды. Бұл арнайы ұлттық қорды басқару кеңесі бар, және де президенттің шешімімен анықталатын мәселе. Неге бұл сұрақты қойдым? Енді қазірде халықты алаңдатып отырған мәселе, өйткені қалай болғанда да салықшылар өздерінің қаржыларын қайда кетіп жатқандарын білгілері келеді. Ол түсінікті деп ойлаймын. Енді осы орайда тағы бір маңызды мәселе. Қазіргі кезде бюджеттік түсімдердің шығысы түсімнен қарағанда көп екенін білеміз. Оны өзіңіз де жыл қорытындысында айтқансыз. Қазір біздің көрермендеріміз үшін нақты бір цифрларды келтіре кетейін. Біздің әріптестер графиканы назарға ұсынсаңыздар, бұл жерде міне көріп тұрғандарыңыздай 2021 жылға қаңтар-қарашадағы жағдай бойынша республикалық бюджетке 6,7 триллион теңге түсім түскен. Ал шығыстардың көлеміне келетін болсақ, ол 13 триллион теңге. Яғни республикалық бюджет бойынша шығыстардың көлемі осындай. Байқап қарасақ, түсімнен шығыс әлде қайда көп. Оған пандемия, экономикалық ахуал әсер еткенін білеміз. Бұған елдегі қақтығыстар қосылды. Енді қазынаға түсетін қандай салдары болуы мүмкін? Ерұлан Кенжебекұлы. Бұл жерде айта кететін мәселе, жалпы мағлұмат беріп өтейін. Әрине, бюджеттің шығыс бөлігі табыс бөлігінен көбірек болған жағдайда бұны бюджеттің тапшылығы деп айтады. Бұл бюджеттің тапшылығының өзінің қаржыландыратын көздері болады. Әрине, біз биылғы жылғы бюджетте былтырғы жылғы бюджеттің табысынан қарағанда
20-25%-ке жоғары деңгейде табыс түседі деп болжап отырмыз. Әрине, соңғы тапсырмаларға байланысты біз табыс көзін бұдан да жоғары деңгейге көтеруге бел буып отырмыз. Бұл біздің қазіргі негізгі мақсатымыз осы. Шығындар әрине қосымша шығындар да пайда болады. Себебі жаңағы өздеріңіздің хабарда мәлімет беріп отырыңыздар, 8 өңірдегі қираған бүкіл ғимараттар бар, сосын инфраструктура бар, бизнес бар, жапа шегіп отырған. Әрине осының барлығын біз есептеп, сосын барлығын табыс көзін анықтап басшылыққа баяндайтын боламыз. Енді басшылық өзі шешім қабылдайды, қандай көздерден қаражат керек болатынын. Шығыстар туралы айтқан кезде жаңа табыс дегенді де қозғап қалдыңыз. Президенттің тапсырмасында сөз етіп кеттіңіз. Осы жерде мен нақты бір тапсырмаға тоқталсам, президент үкіметке бюджетке қосымша түсімдер мәселесін шешуді тапсырды. Ол үшін тау-кен секторына сүйену керек деді. 2021 жылдың қорытындысы бойынша қазынаға түскен жалпы қосымша түсімдер қандай болды және 2020 жылмен салыстырғанда бұл аз ба, көп пе? Техникалық ақауларға байланысты сұрағыңыз естілмей қалды. Ерлан Кенжебекұлы, менің нақты қойған сауалым ол президенттің тапсырмасы бойынша тау-кен секторына сүйену керек деді. Жалпы 2021 жылдың қорытындысы бойынша қазынаға түскен қосымша түсімдер, нақты қосымша түсімдер қандай болды? 2020 жылмен салыстырғанда көп пе, аз ба деген сауал жолдадым. 2021 жылы жалпы мемлекеттік бюджетке 11,4 триллион теңге қаражат түсті. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 17%-ке жоғары. Яғни 1,6 триллион теңге біз 2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы қосымша мемлекеттік бюджетке қаражат түсірдік. Соның ішінде республикалық бюджетті ғана алатын болса, жоспар 102,2%-ке артығымен орындалды. 2020 жылмен салыстырғанда бюджетке 800 миллиардқа жуық қаражат қосымша түсті. Бұл әрине біріншіден әкімшілендіруді жақсаруға байланысты, екіншіден біздің күнделікті айтып отыратынымыз цифрландыру процесіне байланысты түсіп отыр. Негізгі салықтардың көптеп түсу себептері біріншіден экономиканың жандануы, өздеріңіз білесіздер, 2020 жылы бизнес жандана бастады. Одан кейін жалпы бірнеше салаға біз көңіл бөлеміз. Бұл негізінен сауда саласының жандануына, содан транспорттық көліктердің жүріс-тұрысының жақсаруымен байланысты, және де өңдеу өнеркәсібінің жақсы қарқынмен дамуына байланысты. Әрине мұнайдың бағасы жоғары деңгейде тұрды, сондықтан да экспорттық кеден баждарды жақсы түсті деп айта аламыз. Жалпы осы 2020 жылдың қорытындылары өте жақсы болды. Әрине енді негізгі мақсат осы келіп жеткен 2022 жылдың бюджетін толығыменен баланстап, соны қамтамасыз ету. Ал тау-кен мұнайдан бөлек тағы қазынаға қайдан қосымша салық түсіруге болады? Қосымша көздер бар ма? Әрине, біз енді экономика тек қана тау-кен немесе мұнай саласынан тұрмайды ғой. Біз жаңа айтып отырған өңдеу саласы қазір жақсы қарқынмен дамып келе жатыр. Соңғы өзінің сөзінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалпы өңдеу саласын, шикізатқа емес, өңдеу саласына баса назар аударып, әрине содан кейін импортты орнына келтіру, яғни импорттан алатын тауарлардың орнын толықтыратын өндірістерді ашу. Осы өндірістерді ашу есебінен біз жақсы салықтар түседі деп болжап отырмыз. Әрине, сауда-саттықты 2021 жылы алған қарқынын жоғалтпау керек. Сол кезде сауда-саттықтан жақсы салықтар түсіп отыр. Одан импорттық, экспорттық операциялар бар. Оның экспорттық операцияларымыздың қарқыны 2021 жылғыдай болса, біз тағы да қосымша салықтар түседі деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар әрине құрылыс саласы. Өздеріңіз білесіздер, біздің алдымызда үлкен жоспарлар бар, тұрғын үй құрылыс, басқа да инфрақұрылымдық жобалар, өте көп жобалар бар. Осы құрылыс саласына түсетін салықтың да көлемі қомақты болып тұр. Сондықтан да біз одан кейін қаржы саласы. Осы бірнеше айтылған салалардың барлығын егерде жүйелеп дұрыстап қарайтын болсақ, әрине ірі кәсіпорындар бар, республикалық бюджетке түсім түсіретін. Осының барлығы біздің 2022 жылғы негізгі
жаңағы бюджет көзін қамтамасыз ететін көздер болып табылады. Аталған салалардың ішінде ауыл шаруашылығын естімедім. Одан түсетін салық аз ба? Ауыл шаруашылығының салық жүктемесі өте төмен, білесіздер ғой. Ауыл шаруашылығы емес, сосын жаңағы фермерлік қожалықтардың олардың салықтық жүктемесі өте төмен, олар салықтың міндетті деп айтса да болады. Жаңағы жер салығынан басқа былай пайда тауып отырған пайдалары аз, сондықтан оларға керісінше біз субсидия түрінде, көмек түрінде республикалық бюджеттен жаңағы егіс алқаптарын еккен кезде және егісті егінді жинау кезінде керісінше біз субсидиялар беріп, немесе мал шаруашылығын дамытқанда республикалық бюджеттен қосымша қаражаттар бөлуге мәжбүр болып отырмыз. Ал президент тапсырғандай мұнай өнімдерін өндірушілер мен жеткізушілерден маржаның бір бөлігін алу бағаға қалай әсер етуі мүмкін? Бұл жерде өте дұрыс, риториканы дұрыс айтып отырсыз. Президент бағаны өсірмей, осы мұнай өңдеушілердің немесе тасымалдаушылардың шектен тыс пайдасынан республикалық бюджетке акциз түрінде қаражат алуды тапсырды. Біз қазір тиісті мемлекеттік органдармен осы жұмысты атқарып жатырмыз. Тиісті есептеулер бар, тиісті осы жерде тетіктері бар. Соның бәрін ойластырып, қандай мүмкіндік болса, жергілікті бюджетке де, республикалық бюджетке де түсімдер түсетіндей жағдай жасаймыз. Бірақ бағаның өсуін көрмейміз. Демек, алдағы уақытта бағаның өсуі болмайды. Әрине, біздің алдымызда тапсырма бар, және де халықтың әл-ауқатын арттыру дегеніміз біріншіден де бұл бағаның өсуіне жол бермеу деген сөз. Инфляцияға жол бермеу деген сөз. Яғни халықтың табысы нақты түрде құнсызданбайтындай жағдайда өсіп отыру керек тұрақты деңгейде. Бұл өте маңызды мәселе, өйткені қалай болғанда да мұнай бағасын, мұнай өндірушілерге түсетін салмақты азайтып, салмақ азайғанымен де халыққа түсетін салмақ көп болмауы керек. Бұл бағытта бағаның өзгермегені әрине халық үшін тиімді. Енді сіз жаңа өз сөзіңізде республикалық бюджеттің кірістері туралы айтып өттіңіз. Бұған дейін де сіз үкіметте жасаған баяндамаларыңызда 2022 жылы, қазір менің әріптестерім тағы да бір графиканы назарға ұсынса, 2022 жылы бюджеттің кірістері 9,2 триллион теңге болады. 2023 жылы 9,7 триллион теңге және 2024 жылы бұл кірістер 10,4 триллион теңгеге дейін артады дегенді айттыңыз үкіметте. Дәл осы болжам қазіргі мына экономикалық жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін бе? Биыл бюджет өсімі бола ма? Бюджет өсімі әрине болады. Жаңа графикаңызда тағы бір жыл жетіспейді. Бұл осы өткен 2021 жыл. Сол 2021 жылмен салыстырып қарасақ, 2021 жылы 7,2 триллион болатын біздің болжамымыз. Бұл басқа ұлттық қордан алатын, немесе басқа да жергілікті бюджеттен алатын трансферттерді қоса алмағанда, яғни жеке осы республикалық бюджеттің кірістер бөлігі. Бұл жерде өздеріңіз байқап тұрсыз, 2021 жылы 7,2 триллион болса, 2022 жылы 9,2 триллион. Яғни біз 2 триллион қосымша бюджетке трансферттерді азайта отырып, қосымша қаражат әкелеміз деп алдымызға жоспар қойып отырмыз. Әрине қазіргі енді соңғы болған лаңкестік жағдайға байланысты, ахуалға байланысты біз бұл бюджеттің кірістер көзін тағы да толықтыра түсуге мәжбүрміз. Себебі өзіңіз жаңа айтып отырсыңыз, шығындарды әлі толық есептеп болған жоқпыз. Бұл шығындардың қаншалықты ауыртпалығы бар, бұл шығындардың қаншалықты тез орындалуын қамтамасыз ету керек. Себебі кеше президент Алматы қаласында болды, яғни ол жерде де біраз инфрақұрылымдық объекттерді жылдам тез арада орнына келтіруге тапсырма берді. Әрине олар көп құрылысты жергілікті бюджеттен қазір бастай береді, себебі өздеріңіз білесіздер, бюджеттік процесс бұл нақтылауды талап етеді. Бұл парламентке барып, сол бюджетті қайта қарауды талап етеді бұл бюджеттік процесс. Сондықтан біз бүкіл шығындарды есептей отырып,
президент осы үстіміздегі жылдың ақпан айында кеңейтілген үкімет отырысын өткіземін деп сол жерде тапсырма бергеннен кейін бүкіл шығындардың біз жүйелеп парламентке енгізетін боламыз. Президенттің қарауына, сосын парламенттің қарауына, сол жерде табыс көздерімен, яғни баланстайтын боламыз. Егер табыс көздері жетпесе, әрине бұл тапшылықты арттырумен байланысты болады, немесе егер де ұлттық қордан қандай да бір қаражат бөлініп шешім қабылданып жатса, оны да қарастыратын боламыз. Яғни бұл жерде сіз айтып отырған бұл сомалар 9,2 триллион биыл табыс көзі әрине бұдан жоғары болады деген қазірдің өзінде болжам бар. Сол болжам орындалсын деп тілейік. Ерлан Кенжебекұлы, негізі біз кеше дәл осы студияда сарапшылармен қазақстандықтардың табысын қалай арттыруға болады, қазіргі экономикалық қиын кезеңде бұл мүмкін бе деген тақырыпты талқылағанбыз, және ол жерде бірқатар сарапшылар өз пікірлерін білдірді. Енді ол әлде үкіметтің жұмысына байланысты дегенді айтты. Өкінішке орай сіздің уақытыңыздың тығыздығына байланысты мен ең негізгі халыққа қызық деген сұрақтарды сізге қоюға тырыстым. Бірақ алдағы уақытта уақыт тауып тағы да бізге эксклюзивті сұхбат бересіз деген ойдамын. Мүмкіндік болатын шығар алдағы уақытта. Жақсы, әрине, біз енді қаржы министрлігі білесіздер, біз ашық және осы халықпен тікелей қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Сондықтан да кез келгенде көкейтесті мәселелер болса, халықты ойландырып жүрген мәселелер болса, қаржыға байланысты біз әрқашанда интервью беруге де, жалпы кез келген сұраққа жауап беруге дайынбыз. Рахмет, ашықтығыңызға рахмет. Алдағы уақытта да жыл бойы сіздермен дәл осындай форматта ашық режимде жұмыс істейміз деген үміттемін. Көп рахмет, аман болыңыз, тағы да уақыт бөлгеніңізге алғысымды білдіремін. Ал бұл уақытта енді сау болыңыз.